Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен чебуреки дайындаймыз. Чебуреки дайындау үшін бірінші бір ыдысқа алдын ала електен өткізілген 500 грамм ұнды дайындап аламыз. Және басқа бір пиалаға 250 мл ыстық қайнаған суды қосып, оған бір ас қасық тұз және 3 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Және қасықтың көмегімен араластырамыз. Және біркелкі болғаннан кейін қолдың көмегімен араластырып бір қамырды елейміз. Қамырыңыз видеода көрсетілгенде өте жұмсақ болып шығуы қажет болады. Және қамырды елеп болғаннан кейін осылай дайындап аламыз дағын, үстін пакетпен жауып 20 минутқа шетке қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырыңыз демалғаннан кейін осындай 4 бөлікке бөліп аламын. Мен осылай істегенді жақсы көремін, маған ыңғайлы. Ал егер де өзіңізде бір идея болса қалағандай істесеңіз болады. Мен әртүрлі размерде істегенмін. Осылай бірінші кішкентай, кейін үлкендеу қылып істегенмін. Және осылай қамырларды дайындап аламыз. Және барлығын домалақтап болғаннан кейін үстіні пакетпен жауып қоямыз. Және ол қамырларыңыз үсті құрғап қалмауы үшін көмектеседі. Чебурекini осылай әрбір қамырды жұқа етіп жайыңыз. Ал егер де қалың етіп жайып қойсаңыз, қамырыңыз піспей қалуы мүмкін. Өте жұқа етіп жаямыз. Ал салмасына етті немесе картошканы немесе басқа да нәрселерді сырды қоссаңыз болады. Мен бұл жерде пюре қосқанмын. Пюреге мен картошканы езіп, оған приправа, бұрыш, тұз қосып дайындағанмын. Осылай жұқа етіп жаясыз және осылай бір-біріне біріктіріп, шеттерін әдемі болуы үшін арнайы зигзаг немен пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Сонда чебурекилеріңіз әдемі болып шығады. Ал егер де сізде болмаса, пышақты қолдансаңыз да болады. Осылай чебурекилерді дайындап аламыз және алдын ала қыздырылған майға чебурекилерді салып пісіріп аламыз. Чебурекин салғаннан кейін оны үстіні май құйып тұрсаңыз, сонда чебурекилеріңіз осындай ісіп әдемі болып шығады. Сосын ол чебурекилерді арнайы газеттің үстіне немесе мен сияқты жұмыртқаның коробкасына салсаңыз, майды суырып алады. Осымен чебурекиміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.